уақыт бір орында тұрмайды. Жоғарғы технологиялардың қатарына ілесу үшін цифрлы Қазақстан сынды бағдарламалардың орны ерекше. Ақпаратты алмасу мен және оны сақтауда алға басарымызға күмән жоқ. Қарапайым ғана мысал, сымсыз телефондар. Ал енді қол жеткізген ауқымды іс-әрекеттерді атап өтсек, 2011 жылы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қатысуымен өткен ұлттық жерсеріктік отау ТВ телерадио хабар тарату желісі іске қосылды. Білім беру жүйесінде цифрландырылған жүйе жүзеге асырылды. Соның бірі цифрландырылған білім беру жүйесі. Қолданысқа енгізілгеннен бері 3 тілдік білім беру жүйесіне өту. 2022 жылға қарай цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында ашылатын жұмыс орындарының саны 300 мыңға жуықтайды. Бұл орайда басымдылық өз еліміздің мамандарына беріледі. Ал шетелдік кадрлар тек оқыту жүйесіне атсалыспақ. Бұл туралы еліміздің үкімет үйінде өткен баспасөз мәслихатында ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев мәлімдеді. Айта кетерлігі, Қазақстанды цифрландыруға байланысты білім беру бағдарламасына өзгерістер енгізілмек. Осы мәселе бойынша біз білім беру министрлігімен өте тығыз жұмыс істеудеміз. Өйткені бұлар қазіргі 1-ші сыныпты, 2-ші, 3-ші, 4-ші сыныптағы бағдарламаларға өзгертулер енгізіп жатырмыз. Жалпы, сандық технологиялардың біздің қоғамға берер артықшылықтар қандай екенін білу үшін бұл саланы дамыту бізге не береді деген сұрақтарға жалпы негізгі бағдар бар.